адам өзіне де өзгеге де шындықты айтады. Оны айту ауыр болғанда да ол тартынбайды. Адал болу тек қана өтірік айту емес, шындыққа ешбір қалтқысыз сену. Адалдық жан дүниемізден басталады. Ол адами қарым-қатынасқа және іс-әрекетімізден көрінеді. Адал адамға сенімі туғызады, оған қандай жағдайда да күмән келтіруге болмайды. Адалдығы бар адамның рахымы мол болады. Ұлы тұлғалардың осы тақырып төңірегінде айтқан ой толғамдарына назарларыңызға ұсынғанды жөн санап отырмыз. Адамның адамшылдығы, ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Абай Құнанбайұлы. Адамның өз ұштаны алдында адал шыншыл болуынан, өзіне өзі қасиетті болуынан ғана туады. Әл-Фараби. Сізден кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар. Жамбыл Абай. Менің адал болғанмен, ондағаным олақ болса, ұнатпадым деп өтпелей алмайсың. Ғабит Мүсірепов. Асыл қасиет адалдық, асыл міндет адалдық. Максим Горький. Қайда болса? Адалдық қайда болса? Тіршілік сонда. Тіршілік сонда. Жақсылық болудың бірінші шарты адалдық. Менің құрметті, ертегіні жақсы көретін көрермендерім. Ертегіні жақсы көретін, соны сағынып жүретін